адам ретінде, азамат ретінде сұрақ жоқ. Мен қазір сіздерге саясаткер ретінде сұрақ қойып отырмын. Сондықтан жеке қабылдамаңыздар. Ренжіп, бірден атойлап, ондай керек жоқ. Саясаткер болып жұмысты бастадыңыздар ма? Саяси бюро мүшесісіздер ма? Өздеріңіз достойын ұстауларыңызды сұраймын. Бұл бір. Енді қараңыздаршы. Түсінікті партияның адалдың аманатқа қосылуына не себепті келіскендеріңді және өздеріңнің не үшін саяси бюроның мүшесі болғандарыңды енді түсіндім примерно. Бірақ мына бір сұрақты айтыңыздар. Партияға мысалға сайлауға бір қанша күн қалғанда қосылып қойдыңыздар? Bir ay қалғанда. Bir ay қалған кезде аяқ астынан қосылдыңыздар. 40 күн қалған кезде ақша алдыңдар ма? Жоқ, мен бұл туралы мен Нартай Аралбайға сайлаудан кейін бірден сұхбат берген болатын. Ешқандай ақша алған жоқ емес. Сіз алдыңыз ба? Ол бар ютубтан қарасаңыздар. Ана Дәулет қоссам бола ма? Қос. Ауыл шаруашылығын айтып жүрген Алмасов Садырбаев қоса ала ма? Қос. Бізге толық 10 миллион теңге деген бір сөздер шықты. Бізге үлкен бір тәжірибе болды. Берген жоқ, енді 500 қанша 500 мың теңге неге берді? Өңірлерді араладық қой. Командировочный сияқты. Оның өзі жетпей қалды қалдағымыздан қос. Жоба шығарып берген жоқ па? Ондай жоқ болған жоқ. Болды. Берсе біз қуанатын едік.